Сәлем оқушылар, бұл бізде Python'да 3-ші сабақ, Python'да мәліметтер типтері. Мәліметтер дегенімізде мәліметтер сақтауға, өңдеуге және талдауға болатын сандық, мәтіндік немесе басқа да ақпарат түрлері. Олар компьютерлік жүйелерде белгілі бір типтерге бөлініп сақталады және әртүрлі есептеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Мысалы, сандар 25, 3,14, -7, мәтіндерге сәлем әлем деген сияқты мәтіндерді логикалық мәндерде true және де false жатқызуға болады. Бізде Python'да мәліметтер типтері қарапайым және де құрама болып екіге бөлінеді. Қарапайым типтері бүтін сандар, нақты сандар, логикалық кешенді массивтер, жолдар деп бөлінеді, ал құрама типтер тізімдер, файлдар, картеждер деп бөлінеді. Біз бүгін бүтін және нақты сандарға тоқталатын боламыз. Бүтін сандар ол бізде 10 немесе теріс бүтін сандар. Оған -45, 0, 23 деген сияқты сандар жатады. Ал нақты сандар ол үтірден кейінгі мәні бар сандар 0,2, 3,14 деген сияқты сандар жатқызуға болады. Бізде дәл осы сандарға қосу, азайту, көбейту, бөлу деген секілді амалдарды қолдануға болады. Және де мынау бізде ереже. Көбейту, қосу, азайту кезінде операндтардың ең кем дегенде біреуі бізде float мәні болса, яғни нақты сан болса, онда бізде өрнекті мәні нақты санға тең болады. Ал екі операндтың екеуі де бізде integer болса, онда өрнектің типтері integer болады. Ал егер де бөлу амалына келген кезде ол бізде float немесе integer болса да, әрқашан оның мәні floatқа тең болады. Енді біз бүгін өткен тақырыпты практикада қолданып көрейік. Ең алдымен idle'ды ашып аламыз. Idle'дың ішінде 7 мен 7 санын көбейтіп көрейік, яғни екеуі де integer типте, яғни сонда бізде 49 деген сан шығады. Ал енді 7-ні біз 7,5-ке көбейткенде, онда бізде float мәні шығатын болады. Яғни бізде байқағанымызда integer мәнінде қосу, көбейту, азайту амалдары орындалса, екеуі де integer болса, онда бізде integer мәні қалады. Ал егер де екеуінің бірі float болса, онда бізде float мәні қалады. Ал енді бөлуге келгенде, бізге мысалы 8 саны 2-ге негізі қалдықсыз бөлінеді, бірақ ол бізде 4,0 деп float мәніне ауысатын болады. Яғни бізде бөлуге келгенде кез келген integer болсын, float болсын, ол бізде float мәніне ауысатын болады. Сіздермен болған Айдана, каналыма жазылып қойыңыздар, келесі алда тағы да видеолар болады. Сау болыңыздар.